Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендерім, баршаңызға қайырлы кеш. Бүгінгі видео осы міне бізде ескі үйдің төбесін барлығын, шипырларын барлығын бұзып тастадым. Бер жағында ағашын бұзып тастадым. Енді менде алла бұйыртса төбенің ағашы қалды. Сосын мына жанында ағаш қалды. Сосын іште 4 терезе бар, алынбаған. Мінекей іште 4 терезе бар. Сосын жанында гипс-кордон ағаштары бар, оны алам ба алмайым ба білмей тұрмын. Соны алла бұйыртса көрем. Главный төбесін ашып, жанында ағашын алып тастап, 4 терезесін алып тастасам. КамАЗбен сөйлесіп қойғам. Манағыдай бәрін постой қылып істеп алғаннан хабарласшы. Түйіп тем ғой дейді. Ол айтады, короче, манағыдай мусырын шығарып тастауға да болады дейді. Далаға мен жаққа жайып тастауға да болады дейді. Қалай ойлайсыздар? Мен жақ теп-тегіс қылып жайдырып тастайын ба, мен жағына полный бүйтіп. Енді осы жақ менде қора болады ғой. Ар жақ шарбағын қоршап аламын, болды. Осы жақ отдельно қора болады менде, полный. Мынау тұра береді, бер жағында ескі шарбақ. Бұрынғы өзінің несі шарбағы тұра береді ғой. Мынандай алюминий жылтыраған алтын ар жағын қаптап тастаймын. Так, осы бұйыртса. Енді ертең емес, арғы күні бұзатын шығармын. Ертең бір жерге тауық қарауға барам. Сөйлесуге, бағасымен, несімен сөйлесуге барам. Кел сөйлесейік деп тұр ғой. Кішкене қымбат сұрапты, бірақ ценасын кішкене сындырып, сөйлесуге барып білем ертең, алла бұйыртса. Осы достар бұйыртса. Айтпашы біреулер кеше көгершін сұрап отыр еді. Қаншадан деп. Көгершіндер 5000 теңгеден басталады. Көгершіндердің ұшуы той жақсы. Жұмыртқаға жатты. Жұмыртқада жатыр міне. Жұмыртқа туған ғой бұйыртса. Так. Онда баласы бар міне. Осы 5000-нан басталады, енді ішінде 30.000-ға дейін барады ғой. Ценалар ұшуына байланысты манағыдай. 1 сағат, жарты сағаттық ұшатындар 2000-нан басталады. Уже 1 сағаттан жоғары ұшатындар уже 5000-нан жоғары кете береді ғой. 10.000, 15.000, 20.000, 30.000 деп пар мен айтып жатырмын ценаларды енді мен деген. Дара емес. Біреулер ойлап қалуы мүмкін 15.000-ға қатты ұшатын құс алам адам деп. Парымен айтып отқаным ғой. Осы достар, енді ала бұйыртса. Ертең мана тауықтарды қарауға барғанда ертең тауықтарды қарауға барам, ала бұйыртса. Сол кезде сіздерге видео отчет ретінде кішігірім видео салатын болам. Енді өзінің мана тауықтардың хозяйны рұқсат берсе, видеоға түсіріп алып сіздерге көрсететін болам. Ал рұқсат бермесе, онда видео сала алмаймын. Все, давайте достар. Келесі видеода көріскенше сау саламатта болыңыздар.